кимдігі? Әже, маған ерте айтып беріңізші. Айтып берейін балам. Ертеде, ешкі жүні бөртеде бір Әмзе деген бала болыпты. Ол әкесі іс сапардан оралған кезде жаңағы Әмзе, әке маған бақыт құсын сатып әперші дейді. Содан әкесі кезекті сапарына шыққан кезде жақсы бақыт құсын сатып әперейін дейді. Содан Әмзе бала ұзақ күтіп қалады әкесін. Айлар өтеді, жылдар өтеді, содан оралып әкесі келеді. Содан әкесі айтады: балам, бақыт құсын іздеп таба алмадым, бақыт құсы еш жерде сатылмайды екен дейді. Одан бала оған әкесіне ренжіп, өзім іздеп шығам бақыт құсын деп жолға аттанады. Содан бала Әмзе жолға шығып, талай көлдер қалады, артта талай елдер қалады. Содан ұзақ күтіп, ұзақ жүріп қалады, бала таба алмайды бақыт құсын. Әркімнен бақыт құсын сұрауды жалықпайды, әркімдерден сұрап жүре береді. Содан шашына ақ қырау жамылған кезде бір қарияны кездестіреді. Содан қария аман түгел сұрасып: қайдан жүрсің, не істеп жүрсің, не шаруамен жүрсің деп сөйтіп сұрайды екен. Сонда Әмзе оған: мен бақыт құсын іздеп келдім. Қария қап деп өкініп қалады: бақыт құсын қолынан ұшырып алыпсың ау дейді. Сонда Әмзе: қашан, қалайша байқамағанмын дейді. Сонда жолаушы айтады: еңбек етсең, бақыттың өзі адамды өзі іздеп табады. Тек бақыт еңбек құмарлықпен ғана саған қонады. Еңбек етсең, ақылды болсаң, адал болсаң, бақыт құсы деген сол бала.